Всем хай, бұл біздің интенсив сабағымыз, 4-ші сабағымыз. Сұрақтар болса комментарийге жазамыз. Сабақ ұнаса лайк, және де каналға тіркеліп кетеміз. Егер де сіз ағылшын тілінде сөйлеп үйренгіңіз келсе, мен сізді сөйлеуге арналған курсқа шақырамын. Ол үшін описание бөліміндегі WhatsApp-қа немесе Instagram-ға дайректке жазсаңыздар болады. Кеттік, бүгін бізде 4-ші сабақ. Біз кішкене есімізге түсіріп өтейік, өткен сабақта біз айттық сөйлем басында бастауыш, одан кейін етістік тұрады. Сосын I, we, you, they мен етістіктің бірінші формасы болады. He, she, it пен етістікке S жалғауы жалғанады дедік. Кеттік. Ол бір түрлі көрінеді. It көрінеді. Looks, S жалғаймыз. Looks бір түрлі. Кеше айттық странный деген сөзбен байланыстырық. Strange. It looks strange. Кеттік. Ол ағылшынша оқиды. Ол, he оқиды. Reads ағылшынша. In English. In English. Так, оның есінде бар. Так, she есінде бар. Помнит. Remembers. Remembers. Оның есінде бар. She remembers. Бұл қызықты көрінеді. It көрінеді. Looks interesting. It looks interesting. Ол өте мықты жұмыс істейді. He жұмыс істейді. Works. Жалғаймыз, works. Өте мықты. Very мықты. Hard. Сен өте мықты жұмыс істейсің. You жұмыс істейсің. Work. Жалғамаймыз. You work. Өте мықты. Very hard. Ол маған көмектеседі. Ол. He көмектеседі. Helps me. Жалғаймыз. He helps me. Ол маған көмектеседі. Ол сені өте жақсы түсінеді. Так, ол. He түсіну. Understand. Understands сені. You өте жақсы. Very well. Так. Ол осында жұмыс істейді. She жұмыс істейді. Works. Осында. Here. Бұл шынымен болады. Бұл. It. Шынымен. Really. Болу деген вообще happen деп айтамыз біз. Happen'ге S жалғаймыз. Happens. It really happens. Это реально случится деген сияқты. It really happens. Кеттік арғарай. Бір қайталап шайық. Ол бір түрлі көрінеді. It looks strange. Ол ағылшынша оқиды. He reads in English. Оның есінде бар. She remembers. Бұл қызықты көрінеді. It looks interesting. Ол өте мықты жұмыс істейді. He works very hard. Яғни мен қазақшасын айтып атқан кезде, сіздер сразу видеоны паузаға қойып, сол сөйлемді ағылшыншаға кәдімгідей қарамай отырып, аударуға тырысыңыздар. Видеоны қайталай беріп көріңіздер, пока мен қазақшасын айтқанда сіздердің автоматия ағылшыншасын айтқанға дейін, сондай деңгейге жеткенге дейін қайталап көре беріңіздер. Сен өте мықты жұмыс істейсің. You work very hard. Ол маған көмектеседі. He helps me. Ол сені өте жақсы түсінеді. He understands you very well. Ол жұмыс істейді осында. She works here. Яғни дословно аударғанда ол жұмыс істейді осында. Біз айтамыз ғой, ол осында жұмыс істейді. Яғни іс-әрекет бізде сөйлем соңында жүреді әдетте. Ағылшын тілінде ол наоборот екен, бастауыштан кейін тұрады. Бұл шынымен болады. It really happens. Happen дегеніміз случится, болады. Кеттік қарай. Ол анау қатені көріп тұр. Ол he көріп тұр. Sees. Анау that қатені mistake. He sees that mistake. Ол анау қатені көріп тұр. Анау бала мықты жұмыс істейді. Анау. That boy бала
жұмыс істейді. Works. Өте мықты. Very hard. Так. Анар бақытты сезініп тұр. Анар сезініп тұр. Feels бақытты. Happy. Ол мұна үйде тұрады. He lives. Мынау. Үйде деген in. Үйдің ішінде тұрады ғой. Яғни in деген сон үйдің ішінде дегенді білдіреді. He lives in this. Мына house. Үйде. Оның есінде бар. She remembers. Оның есінде бар. Ол ана жерде жұмыс істейді. He жұмыс істейді. Works. Ана жерде. In. Ана жерде деп айтады. That place. Place дегеніміз жер дегенді білдіреді. Ол ана жерде жұмыс істейді. In дегеніміз жерде дегенді білдірді сонда бізде. Жаңа сөздердің барлығын жазып жаттап алыңыздар. Ол оны біледі. He knows it. Ол оны біледі. Бұл шынымен оның есінде бар. Так. She шынымен. Really есінде бар. Remembers it. She really remembers it. Ол солай ойлайды. He так. Thinks солай. So. Ол осыны біледі. She білу. Knows осыны. It. She knows it. Ол осыны біледі. Кеттік. Ол анау қатені көріп тұр. He sees that mistake. Анау бала мықты жұмыс істейді. That boy works very hard. Өте мықты жұмыс істейді. Анар бақытты сезініп тұр. Анар feels happy. Ол мына үйде тұрады. He lives in this house. Оның есінде бар. She remembers. Ол ана жерде жұмыс істейді. He works in that place. Ол оны біледі. He knows it. Бұл шынымен оның есінде бар. She really remembers it. Ол солай ойлайды. He thinks so. Ол осыны біледі. She knows it. Кеттік арғарай. Ол ана жерде тұрады. По-моему, бұны айтып қойдық, Ол сені жақсы көреді. Ол. He жақсы көру. Love. Жалғаймыз. He loves сені. You. He loves you. Ол сені жақсы көреді. Яғни ол жақсы көру сені. Ол ағылшынша жақсы сөйлейді. Ол. She сөйлеу. Speaks. Болады уже. She speaks. Ағылшынша. English. Very well. Ол ағылшынша өте жақсы сөйлейді. Аслан солай ойлайды. Аслан. Так, ойлау. Thinks. Солай. So. Ол осы мемлекетте тұрады. He lives. Осы мемлекетте. In. Осы. This. Мемлекетте. Country. Ол ағылшын кітаптарын оқиды. He оқиды. Reads. Ағылшын. English. Books. He reads English books. Ол мені жақсы көреді. He loves me. He loves me. Ол шынымен маған көмектеседі. She шынымен really көмектеседі. Helps me. She really helps me. Ол мына қатені көріп тұр. He sees мынау. This mistake қатені. Ол маған көмектеседі. She helps
me, маған. She helps me. Кеттік, қайталайық. Ол сені жақсы көреді. He loves you. Ол ағылшынша өте жақсы сөйлейді. She speaks English very well. Аслан солай ойлайды. Аслан thinks so. Ол осы мемлекетте тұрады. He lives in this country. Ол ағылшын кітаптарын оқиды. He reads English books. Ол мені жақсы көреді. He loves me. Ол шынымен маған көмектеседі. She really helps me. Ол мына қатені көріп тұр. He sees this mistake. Ол маған көмектеседі. She helps me. Так, кеттік ары қарай. Бұл қызықты көрінеді. It көрінеді. Looks қызықты. Interesting. It looks interesting. Бұл қызықты көрінеді. Ол оны көбірек қалайды. Ол. He қалайды. Wants it. He wants it more. Көбірек more. Ол осында жұмыс істейді. She жұмыс істейді. Works. Осында. Here. Олар өте мықты жұмыс істейді. They жұмыс істейді. Works. Болмайды бұда. Work болады. They work. Олар өте мықты жұмыс істейді. Very hard. Ол шынымен солай ойлайды. He шынымен. Really ойлайды. Thinks солай. So. He really thinks so. Ол ана қалада тұрады. She lives ана қалада. Қалада дегенде in қаланың ішінде тұрады ғой, потому что that city. Бұл маған көмектеседі. It helps me. Бұл болып тұрады. It болып тұрады. Happens. Ол осы жерде тұрады. She тұрады. Lives. Осы жерде. In this жерде. Place. She lives in this place. Так, сонда, давайте қайталап жүрек. Кеттік. Бұл қызықты көрінеді. It looks interesting. Ол оны көбірек қалайды. He wants it more. Ол осында жұмыс істейді. She works here. Ол өте мықты жұмыс істейді. Так, sorry. They work. Олар, то есть, they work very hard. Ол шынымен солай ойлайды. He really thinks so. Ол ана қалада тұрады. She lives in that city. Бұл маған көмектеседі. It helps me. Бұл болып тұрады. It happens. Ол осы жерде тұрады. She lives in this place. Так, кеттік ары қарай. Ол көбірек ақша қалайды. Ол, he қалайды. Wants. Так. Көбірек. More. Нені? Ақшаны. Money. He wants more money. Ол көбірек практика қалайды. She қалайды. Wants. Көбірек. More practice. Так, ол ана жерде тұрады. He lives in анау that place. Мен бақытты сезінемін. I feel happy. I feel happy. Біз осыны қалаймыз. We want it. Want it. Ол көбірек шай қалайды. He қалайды. Wants more. Не қалайды? Tea. Так, кеттік ары қарай.
Ол ағылшынша оқиды. He reads English. He reads in English. Так. In English болады. He reads in English. Ағылшынша оқиды. Ол сені жақсы көреді. Ол. She loves you. Ол көбірек біледі. He knows more. Көбірек. Мен көбірек практика қалаймын. I want more practice. I want more practice. Так, кеттік. Ол көбірек ақша қалайды. He wants more money. Ол көбірек практика қалайды. She wants more practice. Ол ана жерде тұрады. He lives in that place. Мен бақытты сезінемін. I feel happy. Біз осыны қалаймыз. We want it. Ол көбірек шай қалайды. He wants more tea. Так. Ол ағылшынша оқиды. He reads in English. Ол сені жақсы көреді. She loves you. Ол көбірек біледі. He knows more. Мен көбірек практика қалаймын. I want more practice. Яғни бүгінгі күнге дейін біз уже 50-ден 100-ден астам уже жаңа сөйлемдермен таныстық. Жаңа сөйлемдер күнделікті өмірімізге қажетті, керек сөйлемдер. Осы видеоны ағылшынша прям на автомате айтқанға дейін қайталап көре берулеріңізге кеңес беремін. Бүгінге осы, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.